Грузияның тәуелсіздігіне қол жеткізуінде біздің бабаларымыздың да үлесі барын білесіз бе? 12 ғасырда болған соғыс гүржілерді қыспақтан азат етті. Дәл сол ұрыста Қыпшақ ханы Артық күйеу баласы Давид IV-ге қалың қолмен көмекке жетеді. Бүгінде грузиндер азат болған күнді тойлауды дәстүрге айналдырған. Бабаларымыздың ерлігін ескеріп, бұл жолы Қазақстан тарапынан бабалар ізімен экспедициясын арнайы шақырды. Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндасын. Жеңеміз не өлеміз 12 ғасырда Давид басқарушы ел тарихының шешкен маңызды соғыста дәл осы сөздердің жауынгерлеріне ұран қылып айтқан болатын. Әлемге әйгілі Уйгур соғысындағы жеңілістен кейін Грузия азат болып, олар үшін көптен күткен бостандықтың танытты. Енді дәл сол жеңіске жеткен күнді гүржілер бүгінде тойлауды дәстүрге айналдырған. Әр жылдың 12 тамызы дәл осы төбеге жиналып, барлығы тайлы тұяға қалмай айтулы күнді бірге тойлайды. 12 ғасырда гүржілер селжұқ партылар тарапынан қыспаққа түсіп, басқыншылардан бас көтере алмай қалған еді. Грузия патшасы Давид Акмашинебели тегеурінді жауды тек Қыпшақ жауынгерлерінен құрылған әскердің арқасында елін азат етті. Қысылтаяң кезеңде Давид 40 000 сарбаздан құралған әскері бар Қыпшақ ханы қайынатасы Артық ханға елші жіберіп көмек сұрайды. Бұл соғыста бас аяғы 50 000-ға жете қабыл жауынгер 300 000-дық селжұқ партылардың әскеріне қасқая қарсы тұрып тасталғанын шығарады. Елдің жаңа тарихын жазған, жан алысып жан беріскен қанды соғыс мына төбеде болған. Сап түзеген сарбаздар, жарқ-жұрқ еткен найзалары, кескілескен қылыштары, сахналандырылған қойылым сол күннің көрінісін қаз қалпында жеткізбегенмен, жеңісін оңайлықпен келмегенінен хабар береді. Артық хан сол кезде көмекке келмегенде, Грузияның бүгінгі тарихы не болар еді? Елдің премьер-министрі Георгий Квирикашвили өзінің Қазақстанға жүрек жарды лебізін жеткізіп, бабаларымыздың қосқан үлесіне алғысын айтты. Бүгінгі мейрам грузин халқының бірлігін айшықтайды. Сонымен қатар бұл күн грузиндер мен қазақтардың достығының белгісі. Біз бауырлас ұлтпыз, оны мақтан тұтамыз. Әрдайым сіздердің бабаларыңыздың осы маңызды соғыстағы ерлігін айтып отырамыз. Биыл алғаш рет Қазақстан тарапы гүржілердің ұлттық мейрамында құрметті қонағы болды. Бабалар ізімен экспедициясының жетекшісі, саяхатшы Сапар Ысқақов екі елдің бірлігін бекемдей түсу үшін ескерткіш қою туралы өз ұсынысын айтты. Егер біз тарихты білгіміз келсе, тарих арқылы жастарды тәрбиелегіміз келсе, біз екі астанада, Грузияның астанасы Тбилиси мен Қазақстанның астанасы Астана қаласында егер ескерткіш қойсақ, Давид строитель мен Артық ханға жеке емес, екеуі бірге тұрған. Бүгін грузиндер тойлап жатыр. Мен оларды осы тойларымен құттықтадым. Ал келесі жолы бірге тойлайық деп осындай бір ұсыныс жасадым. Баһадүр бабаларымыздың Алтайдан Дунайға дейінгі атырапта қалдырған ізі сайрап жатыр. Тек көмескідегі көп терек жарыққа шықпай тұр. Грузия тарихындағы арғы аталарымыздың ерлігін кеңінен насихаттау бүгінгі буынның санасын жаңғыртуда үлкен сеп болары сөзсіз. Асқарбек Қазанғап, Азамат Сәметов, Хабар 24, Тбилиси.